Осы шелпекті пісіремін деп саусақтарымның барлығын күйдіріп алдым. Сол үшін менің еңбегімді бағалап, лайк басып, рецепті сақтап алыңыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын және ешқандай да ашытқы қосылмайтын осындай шелпекті менімен бірге дайындап көріңіздер. Алдымен ыдысқа жылы сүтті, қантты және тұзды қосып араластырамыз. Бөлек ыдыста електен өткізілген ұнға кішкене ғана ас содасын, жұмыртқаны және біраз қасық сұйық майды қосып араластырамыз. Және біздің дайындап алған сүтімізді де қосып, барлығын араластырып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз кішкене ғана жұмсақ болу керек, қатты қылып жібермеңіздер. Және осы қамырды 20-30 минутқа тынығу үшін қалдырамыз. Тыныққан қамырды 1/7 бөлікке бөліп, әрқайсысын жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Қатты жұқа қылып жаюдың қажеті жоқ, себебі пісер алдын біз қолымызбен кішкене ұзартып алатын боламыз қамырды. Яғни сол үшін ол одан да жұқа болып кетуі мүмкін, сол үшін орташа қалыңдықта істеген дұрыс. Осы уақытта майды